Армысыздар, құрметті достар. Бүгін біз ерлер арасында көп айтыла бермейтін, бірақ ер адамның өмірінің сапасына тікелей әсер ететін тақырыпты қозғаймыз. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін сіздерге простатаның еркек қуатына қалай әсер ететінін, ұзақ уақыт бойы жыныстық қатынасының болмауы неге әкеп соғатынын және гормондар жайлы шындықты айтып беремін. Денсаулық ол тізбек. Көбінесе біз ағзамызды бөлек мүше деп ойлаймыз, бірақ ер адамның денесі тұтас бір жүйе. Жүрегіңіз, қан тамырларыңыз, гормондарыңыз бен көңіл күйіңіз бір-біріне тығыз байланысты. Көптеген еркектер жылдап дәрі ішіп, дәрігер жағалап жүреді. Бірақ мәселенің төркіні мүлдем басқа жақта екенін білмей жатады. Бұл ұят дегенді ысырып қойыңыз. Ер адамдардың емделуден бас тартатын басты нәрсе ұят. Ыңғайсыз екен деп жүре бергенде, кішкене ғана ақау үлкен ауруға айналады. Сондықтан бүгін біз барлық ыңғайсыз сұрақтардың нүктесін қоямыз. Егер сізге денсаулығыңыз бен еркектік қуатыңызды сақтау маңызды болса, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Простата ер адамның екінші жүрегі. Простата дегеніміз қуықтың астында орналасқан көлемі жаңғақтай ғана кішкентай без. Ол зәр шығаратын жолды сақина сияқты қоршап тұрады. Егер деніңіз су болса, сіз оның бар екенін сезбейсіз де. Ол тып-тыныш өз жұмысын істеп тұрады. Без ісінсе немесе қабынса, ол зәр жолын қыса бастайды. Содан кейін дәретке жиі жүгіру, зәрдің баяу әлсіз шығуы. Түнде ұйқыдан оянып дәретханаға бару. Іштің төменгі жағындағы жайсыздықпен сыздап ауыру мәселелері болады. Есіңізде болсын, простата тек зәр шығаруға ғана жауапты мүше емес. Ол еркек ұрығының сапасына, гормондардың тепе-теңдігіне және төсек қатынасындағы қуатыңызға, яғни потенцияға тікелей әсер етеді. Бұл еркек ағзасының басты реттеу орталығы. Егер осы орталықта застой пайда болса, бүкіл жүйе істен шыға бастайды. Ең өкініштісі, көптеген ер азаматтар айлап, тіпті жылдап емделсе де простатиттен неге құтыла алмайды? Неге дәрі ішкенде басылғандай болып, сәлден соң ауру қайта оралады? Мәселе диагноздың қате қойылуында немесе аурудың түрін дұрыс ажыратпауда. Біз простатитті бір ғана ауру деп ойлаймыз, бірақ шын мәнінде оның табиғаты әртүрлі. Емнің қонбау себебін түсіну үшін алдымен простатиттің екі негізгі түрін біліп алуымыз керек. Бірінші түрі жіті бактериялық простатит. Бұл кезде дене қызуы 39 градусқа дейін көтеріліп, қатты ауырсыну болады. Бұл жағдайда шұғыл медициналық көмек қажет. Бірақ бұл барлық ауру жағдайларының тек 5-15% ғана құрайды. Екінші түрі созылмалы простатит. Ерлердің басым көпшілігі осы дерттен зардап шегеді. Ең қызығы, бұл жағдайлардың 80-90%-ында ешқандай бактерия табылмайды. Анализдер таза болғанымен, жамбас тұсындағы ауырсыну, жиі дәретке бару және қуықтың толық босамау сезімі сақталып қала береді. Көбіне дәрігерлер сақтандыру үшін қайта-қайта антибиотик тағайындайды. Нәтижесінде ішек микрофлорасы бұзылып, бауырға салмақ түседі. Бірақ ауру кетпейді. Неге? Себебі мәселе бактерияда емес, мүлде басқа факторларда. Егер антибиотик ішсеңіз де нәтиже болмаса, демек мәселе микробтарда емес. Көбіне созылмалы простатиттің негізгі факторы бар. Бірінші факторы сұйықтықтың іркілуі. Простатаны тоқтаусыз жұмыс істейтін кішкентай фабрика деп елестетіңіз. Ол тәулік бойы арнайы сұйықтық секрет бөліп шығарады. Сіздің жыныстық өміріңіздің белсенділігіне қарамастан, без өз жұмысын тоқтатпайды. Бұл сұйықтық эякуляцияға, яғни ұрық шығару арқылы үнемі сыртқа шығып жаңарып отыруы тиіс. Егер өнім шықпаса, сұйықтық жиналып қоюланады. Уақыт өте келе без өзектерінде батпақ пайда болып, тіпті тасқа ұқсас түзілістер қалыптасады. Бұл орта бактериялардың көбеюі үшін ең қолайлы жер. Бұл жағдайда инфекция аурудың басты себебі емес, бар болғаны іркілістің застойдың салдары ғана. Екінші факторы кіші жамбастағы қан айналымының нашарлауы. Қазіргі ер азаматтардың өмір салты қозғалыссыздыққа негізделген. Таңертең көлікте, жұмыста 8-10 сағат үстел басында, кешке үйде диванда. Мұндай режимде кіші жамбас аймағындағы қан айналымы баяулап тоқырайды. Нәтижесінде простата оттегімен нәрлі заттардан қағылып, тұншыға бастайды. Ол таза су ағып жатқан өзенден емес, суы сасып қалған батпаққа айналады. Мұндай жағдайда кез келген кішкентай суық тиюдің өзі айларға, тіпті жылдарға созылатын үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Үшінші факторы бұлшықеттердің түйілуі, спазмның пайда болуы. Үнемі стресте жүру, бір қалыпта ұзақ отыру және кофеинді шамадан тыс тұтыну жамбас табанының бұлшықеттерін қысып бастайды. Түйілген бұлшықеттер простатаны жан жағынан қысып, қан тамырларын буып тастайды.
Адам ауырсынуды сезінеді де, тағы да антибиотик ішеді. Бірақ антибиотик бұлшық етті босата алмайды. Сондықтан ем нәтижесіз болып, ауру қайта-қайта мазалай береді. Ғылыми зерттеулерге сәйкес, айына 21 немесе одан да көп рет эякуляция болатын еркектерде простата рағының қаупі 20%-ға төмен болады. Простатаның тұрақты босатылуы денсаулық үшін өте пайдалы. Мастурбация қалыпты физиологиялық процесс. Егер серттес жоқ болса, бұл простатадағы іркілістің алдын алудың жолы. Бірақ мұнда порнографияның зияны туралы айтпай кетуге болмайды. Порнография мидағы допамин жүйесін қайта бағдарламалайды. Экрандағы шексіз жаңалыққа үйренген ми нақты, тірі әйелмен болғанда эрекция бермей қалуы мүмкін. Бұл тамырдың немесе гормонның емес, мидың қабылдауының бұзылуы. Потенция жүректің қорғаушысы. Эрекция дисфункциясы бұл ауру емес, бұл симптом. Жыныс мүшесінің артериялары өте жіңішке. Егер ағзада атеросклероз басталса, ең бірінші осы ұсақ тамырлар зардап шегеді. Эрекцияның нашарлауы жиі жағдайда миокард инфарктынан 3-5 жыл бұрын пайда болады. Яғни бұл жүректі сақтап қалу үшін денеңіз беріп жатқан соңғы белгі. Ер азаматтардың денсаулығын мықты ұстап, екінші жүрегін, простатаны аман сақтау үшін қымбат дәрінің қажеті жоқ. Күнделікті қарапайым әдеттерді қалыптастырсаңыз жеткілікті. Әрбір еркек білуі тиіс. Денсаулықтың алтын ережесімен таныстырайын. Простатаның ең үлкен жауы қозғалыссыздық. Күн сайын жаяу жүруге, жүзуге немесе велосипед тебуге уақыт бөліңіз. Егер жұмысыңыз кеңседе болса, әр сағат сайын орныңыздан тұрып 5 минут бойы денеңізді жазып, қозғалып алыңыз. Күніне кем дегенде 1,5-2 литр таза су ішіңіз. Егер ағзада су жетіспесе, қан қоюланады. Ал простата бөлетін сұйықтық жабысқақ болып, өзектерді бітеп тастайды. Қуық толған кезде оны ұзақ уақытта жеп тастау өте зиян. Бұл қуықтың қабырғаларын созып, кіші жамбаста қанның тұрып қалуына, іркіліске әкеп соғады. Дәретке барыңыз келсе, бірден барыңыз. Простата секрет шығаратын без. Оның іші толық кетпеу үшін аптасына кемінде 2-3 рет ұрық шығып, эякуляция тұру керек. Бұл бездің табиғи жолмен тазаруы және гигиенасы. Кегель жаттығуын жасаңыз. Порнографиядан қашыңыз. Миыңызбен нақты өмірдегі қарым-қатынасыңызды сақтаңыз. Экрандағы жасанды бейнелер мидағы допамин жүйесін бұзады. Шынайы әйелмен болатын жылулық пен сезімге көбірек мән беріңіз. Еркек гормоны тестостерон тек түнде, терең ұйқы кезінде өндіріледі. Сондықтан түнде кемінде 7-8 сағат тыныш ұйықтауға тырысыңыз. Түнгі ұйқы еркектің күш қуаты. Егер бел айналымыңыз 94 сантиметрден асса, бұл дабыл. Іштегі артық май еркек гормонын тестостеронды әйел гормонына эстрогенге айналдырып жібереді. Салмағыңызды қадағалаңыз. Алкоголь мен темкі гормон шығаратын жасушаларды тікелей улайды. Салауатты өмір салты ұзақ әрі сапалы өмірдің жалғыз жолы. Көлікке техникалық байқау, техосмотр жасататыныңыз сияқты өз денеңізге де көңіл бөліңіз. Жылына 1 рет простата анализі, тестостерон, қант пен холестеринді тексертіп тұрыңыз. Созылмалы простатитті емдеудегі ең қиын нәрсе ең мықты дәріні таңдау емес. Ең қиыны өзіңізбен және дәрігермен шынайы сөйлесуді бастау. Денеңіз сіздің жауыңыз емес. Ол сіздің басты серіктесіңіз. Оны тыңдаңыз, оған күтім жасаңыз. Бүгіннен бастап кішкене болса да іс-қимыл жасауды бастаңыз.